Йоу, бәріңе сәлем достар. Сендермен Лео. Міне достар, туған күн өтті, кетті, бітті. Көңіл күй өте керемет. Туған күнмен құттықтаған барлық жандарға үлкен рахмет. Көңіл күй өте көтеріңкі. Міне ұйқы келмей түнде видео түсіріп отырмын. Так, видеоның атын көргенде туған күнге не сыйлады, мүмкін біреуге қызық шығар. Туған күнге маған не сыйлады, міне кішкене жарнамадан кейін көрейік. Досым, ақша табудың тағы бір түрі AppX сайты. Сайтқа кіріңдер, регистрация жасаңдар, счеттарыңды толтырыңдар. Қалай ойнаймыз? 200 рубль ставканы 2-3 есе өседі деп ставка тігеміз. Бізде 30, яғни мен 460 рубль ұттым. Осылай ойнай келе мен счетымды 2000 рубльге де жеткізіп тастадым. Дәл мен сияқты отқыларың келсе, комментарийдегі сілтемемен кіріп, бірінші депозитке 5000 рубльге дейін бонус ал. Так, сразу айта кететін жағдай. Бұл сыйлықтарды мен уже ашып қойдым. Бірақ сендерге ашып көрсетуге тура келеді. Так, арттағы фонға вообще мән бермей қойыңдар, тек маған ғана қарасаңдар болады. Так, ең алдымен ең кішкентай заттан бастайық. Бұл заттар маған осы менің жұмысыма арналған заттар. Так, ең арзан, яғни ең кішкентай заттан бастайық. Ол бізде коврик. Коврик маған, так, ковриктің аты, так, Asus ROG Skybard. Примерно Skybard, не білмеймін, қандай модель екен, мен жалпы Asus'тың заттарын вообще қолданып көрмегем. Бұл перифериялардан вообще хабарым жоқ. Так, мүмкін біреуге қызық шығар. Unboxing дейді ғой. Қараңдар. Бұл бізде коврик. Бәрін негізі мен ашып көріп қойған, просто сендерге көрсетейін деп жатырған түрім ғой. Так, қараңдар, коврик осындай ұзын. Прям беті скользкий. Бүкіл компьютерге, клавиатура, там мышкаға жетеді. Так, қараңдар, Asus'тың там несі, эмблемасы, Republic ROG деп жазылып тұр, да? Қателеспесем. Так, қара алды. Арт жағынандай қызыл. Так, бұл бізде бірінші сыйлық. Так, келесі сыйлыққа көшетін болсақ, ол бізде мышка. Мына көрініп тұр ма? Так, алды қайсы. Мынау да. Бұл да Asus'тікі. Походу, сыйлық таңдайтын кезде Asus'тың магазиніне кіріп, бүкіл нәрсені ала салған сияқты. Бұны да білмеймін, негізі Asus'тың периферияларын вообще шарит етпеймін, естімегем. Араларыңда Asus'тікімен қолданатын болсаңдар айтып кетіңдер, типа сендерде қандай периферия, перифериялар жақсы ма или жаман ба, просто менің хабарым жоқ. Так, мышканы, вот мышка, аты қалай? Asus ROG Gladius 2 Origin дейді. Gladius 2 Origin. Ай, былайынан екекіз. Опана, бізде коробкасын тастайық. Артынан андай чехолы бар. Бұл чехолдың ішінде мышканың не дейтін еді, проводтары да. Мышканың проводтары орналасқан. Аларды мен по идее ашып қойғам, негізі просто көрсетіп сендерге. Короче, провод, но мышкаға екі түрлі провод, но бір қысқа, но екіншісі ұзын. И мышканың өзі мынандай ыдыста тұрады. Так, вот ашайық. Мышка осылайынан тұрады. Типа беспроводный сияқты да, тұрады. И мышканың мына жеріне бағана шнурды әкеліп қосасың. Примерно былайынан. Вот. Мышка топовый ма, топовый емес пе, білмеймін, оны алдағы уақытта ойнап, оны тексеретін боламыз. Так, келесі бізде үшінші сыйлық, ол наушник, құлаққап. Бұл да тоже Asus компаниясынкі, Asus ROG Delta деп аталады. Так, бұны қай жерден ашады? Мына жерден типа коробкасы осылай жоғары ашылады. Ішінде UC сияқты көтеріп алғансың ба? Ішінен андай бір нәрсесі бар, 4-5. Asus'тың эмблемасы там. Так, наушниктің өзі мынау. Наушниктің өзі мынау. Так, оны қазір алып көрсетейін сендерге. Комплект.
міне наушниктің өзі мынау RGB подсветка екен, кстати. Мышкада RGB подсветка, мен есіне шығып кетті айту. Мынау бәлелері жанып тұрады бұрышындағы. Дизайны басқаша да, обычно наушниктер домалақ болатын да, эллипстан. Ал наушник қараңғы 3 бұрыш. Бұлайынан примерно осылайынан тағылады. Стрим уақытында бұны тексеріп көреміз. RGB болған екен қызығып отыр мен наушникке. И бізде ең соңғы сыйлық, ол ең үлкені десек те болады. Ол клавиатура. Как Asus ROG Strix Scope. Дұрыс оқыдым ғой да? Asus ROG Strix Scope. Міне осындай клавиатура. Мен бұл клавиатуралар, осы наушник, мышка туралы естімеген, шынымды айтсам. Осы видеоның описаниясын жазып кетем. Қандай нәрселер, брендтері қандай, аттары қандай заттардың, и соны өздерің чекет етіп қанша тұратынын, и қандай клавиатура, қандай наушник, там отзывтарын көріп, өздерің шешімдеріңді қабылдасаңдар болады. Так, міне Asus'тың эмблемасы бар сыртында, и коробканы ашамыз. Коробканың ішінде міне осылайынан тұрады. Так, мынау қалай? Үшіні клавиатура. Бұлайынан. Опана. Вот это да. Артында сол клавиатурында тірейтін аяқтары бар. Жана ма, жанбай ма білмеймін. Әлі мұны қосып та көрмедім мен. Asus'тың эмблемасы. Клавиатура механика, походу, да? Да, механика красной подсветками. Красной подсветкасымен даже тіліп алу жоқ, қой түнгі сағат 3. Но мен видео жазатын сендерге. Так, примерно мынау жану керек, қателеспесем, и артындағы эмблема. Мынау примерно жану керек клавиатура. Удобно. Клавиатура, ну почти. Бұл жақта бір айта кететін жақ, кітірлі үлкен екен да. Қараңдаршы. Shift'тен кішкене ғана, ну кішкене, ну даже бір дейді. Shift'пен. Удобно ма, удобно емес па, оны алдағы уақытта көреміз. Так, клавиатураның ішінде мынандай тағы бір зат бар, бұл өзінің оригинал нелері, клавиатуралары. Бағана ана жерде ақ тұрғанда WASD. И мынандай заты бар, типа клавиатураларды суыруға. Жалпы осы міне мен туған күніме коврик, клавиатура, наушник и мышка сыйлады. Рахмет жігіттер, видео көргендеріңе. Лайк басуды ұмытпаймыз, каналға тіркелеміз. Осы берілген заттардың фирмасын мен описанияға қалдырам. Сендермен болған Лео, от души рахмет. Давайте. Ой, бля, оның бәрін